Пайғамбарымыздың хадисі бар. Bir адамды көресің, жәннаттың амалын етіп жүреді дейді. Бірақ оның соңғы амалы тозақ болады, жаңа тозаққа болады, ол тозаққа кіреді дейді. Өйткені оның пешенесінде тозақы деп жазылған. Тағдырым. Сөйтіп ол жәннат намазын ұстап, оразасын ұстап, қажылығын жасап жүріп келеді де, күнә амал істейді де, сонымен дүниеден өтеді де, ол тозаққа кіреді. Ал бір адам тозақтың амалын істеп, арағын ішеді, темекісін тартады, зинасын жасайды, рибасын алады, парасын алады, сөйтіп жүреді, соңғы амалы жәннаты болады да, ол жәннатқа кіреді. Жақсы. Bir адам 30 жыл, 40 жыл ғибадат қылды. Сөйтіп пешенесінде тозақ деді, тозақтың амалын жасады, тозаққа кетті. Әлгі адамның 30-40 жылғы амалы қайда, оған не дейміз деді ғалымдар. Алла тағала Құранда біз адамның жасаған амалдарын, жақсы амалдарын жоймаймыз деді ғой. Әлгі адамның 30 жылғы ғибадаты қайда енді деген кезде айтады, оны екі жолмен түсіндіреміз деген. Оның 30 жылғы ғибадатына рия кірді дейді, немесе қабыл болмады дейді. Болды. Кішкімнен сұрай алмайсың сен. Раббына 30 жыл ғибадат қылған, мен білем. Кешіресіз, қабыл емес дейді. Демек адамның өзінде кінә. Немесе рия кірген. Сонымен жүріп кетеді адамның. Сондықтан ойлап қалмаңдар, мен 5 жылдан, 10 жылдан бері намаз оқып жүрмін, енді мен осы күйге кететін шығармын деп, Құдай сақтасын. Өйткені соған бір нәрсе түрткі болады. Ол сен өйстіп, Құдай саған жазып қойған жоқ оны. Сенің солай істейтіндігіңді білді Құдай, сосын соны жазды саған. Сондықтан қазақта жақсы сөз бар да, ана халқымызда. Шүмек 1000 күн сынбайды дейді, 1 күн сынады дейді. Осыған сақ болу керек. Бұл сөз жай сөз болғанмен мағынасы үлкен. Сен ойлап қалма, мен 5 жыл болды, 10 жыл болды, 15 жыл болды намаз оқып жүрген. Жылда умраға, қажылыққа, ихтикапқа барып келем, жоқ. Сондықтан қараңызда, бір адам 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл темекі тартады. Бірақ өкпесі шірімейді оның. Ал бір адам 3 күн тартады, өкпесі жанып кетуі мүмкін. Алланың қалауы ол. Алла тағала біреу темекі тартады, арақ ішеді, оның денсаулығына әлгі арақ не істейді, көп ішу үшін, сөйтіп көп күнәні мойнына алу үшін, оған сақтап қояды Құдай оның денсаулығын. Ол сосын ішіп жүріп, 10 жыл болды, өліп қалсам мен өлетін едім дейді. Өйткені Алла тағала оны сақтап қойды, чтобы ол күнәні көбірек алу үшін. Ниет сол болды оның пиғыл. Ал енді біреу келеді де темекі тартам дейді де, жаңа бір тартқанды қақалып, шашалып, өмір көрмей ұшынады ана. Алла оны қаламады, чтобы ол күнәні оған жазбау үшін. Бар ғой, алғаш тартқанда қақалатындар жаңа. Алла сақтасын. Қызық көріп бастайды оны адам кеше. Бір жақсы нәрсе шығар, үлкендер істеп жүргесін ойлайсың ғой бала күнінде жаңа. Құдай сақтасын. Сондықтан ешқашан адам жаңағы, сондықтан біреуге үкім бермеңдер дейді. Қазір арағын ішіп, зина жасаң, оңбағын сұмғай тозақта жаңғыр деп, мүмкін оның орнына сен кіріп, ол жәннатқа кіреді. Абу Суфиян 23 жыл пайғамбарымыздың дағуатының 21 жылында ислам мен мұсылмандар қарсы шыққан адам. Мекке фатх қылынған жылы Алла тағала жүрегіне иман берді. Болды. Халид ибн Валид 15 жыл мұсылмандар қарсы шыққан адам. Мүшриктер тарапында қылыш көтерген адам. Алла жүрегін ашты. Шахид болып нәсіп қылмады Алла. Сондықтан адам ойламау керек. Біз пешенемізге жазылғанды көреміз. Сондықтан ешқашан біреумен қияс қылмаңыздар. Мысал біреу ойлайды, ол жаңағы намаз оқыса да жаңағы бірдеңе істеп жүр ғой деп, болған жоқ соған деген сықылды, оны істеп, ол бір адамға бірдей емес. Біреу айтып қойды маған, бір 90 жыл темекі тартқан адамды көрдім, өкпесі, дәрігерлер тексерсе, өкпесі тап-таз екен дейді. Баланың өкпесі сияқты. Мен айтам, Алла тағала оның өкпесін сақтап қойған, чтобы 90 жыл темекі тартып, соның күнәсін ақыретте көтеру үшін. Алла сақтау үшін. Қазір біреу жаңа оңды солды бизнесті беріп қояды жаңа, ол хараммен тауып жатыр, қазір үйін салып жатыр, машинасын алып жатыр, мініп жатыр, шетелден үйін салып жатыр, хараммен киіп жатыр. Алла оны нетіп жатыр, чтобы ақыретке соны көру үшін оны. Ұсталмайды ол, сотталмайды ол пока. Алла қалағанға дейін. Неге сосын біреу ойлайды, қазір мен кәкеңнен бір параны сындырсам ұсталмаймын ғой деп, ұсталып қалады да на месте. Сосын ойлайды, мен бәлен жыл, 10 жылдан пара алып келе жатқанда оңбаған алаяқтар ұсталмайды, мен неге ұсталып қалдым? Сен түсініп тұрған жоқсың, Алла саған оның күнәсін қалап тұрған жоқ. Алла мейірімді. Мүмкін сенің болашақта сені бір таубаға келуіңе Алла қалап тұрған шығар. Мүмкін сен ертең бір нәрсе салатын шығарсың, мысалы таубаға келіп мешіт салатын шығарсың. Сосын ойда, осылар қалай ұсталмайды дейді. Ұсталмайды ол, Алла қалаған күн ұсталады олар. Ал сол қалаған күнге дейін олардың жаңа күнәсі мойнына ілініп жатыр. Адам ойламау керек, сонда менде бәрі жеке-жеке келе жатыр деп. Оны іліп жатыр Алла мойындарына.
Мен мынаны алып атқанда ұсталып қалғанда едім ғой дейді да, ертең қиямет күні барған кезде әлгі пара алушылар айтады, өйстіп 10 жыл 20 жыл пара алғанша дейді, сол бірінші пара алған күні ақ ұсталып қалуым керек еді ғой. Өкінеді олар, издевать етеді оларды солай. Сондықтан былай немен қарамаңыздар, жаңағы ой анау мысалы ұсталса сол ұсталып қалатын еді ғой, арақ ішіп жүрген ана өлсе сол өліп қалатын еді ғой, темекі тартқан адам өлсе анау өліп қалатын еді ғой деген онымен қарамау керек. Мысалы намазын оқып қылмыс жасап жүре беретіндер бар мысалы. Жаңағы біреулер қылмысы жасап, зинаны жасап, келіп намазға келеді. Оның намазға келумен ана өткен күнәсін бәрін Құдай кешеді. Сөйтсе біреу айтады, біз де қайтып сөйтіп көріп алып намазға келу керек еді дейді. Мен жасай келіп қалғым ғой намазға. Қызығады енді ол. Мүмкін сен оны көрген кезде даққанса көріп кететін шығарсың, Құдай сақтасын. Айтады да, анаған рақат дейді, енді өмірдің қызығында біраз көрді да, тәубаға келе салды, Алланың бәрін кешіре салды, жаңадан парақ басталды дейді. Хотя бізде сондай біттерін сықылды қылады, Құдай сақтасын оны. Жақсы.